Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Осы бейнероликпен Бозоқ тарихи-мәдени музей қорығы Астана қаласының археологиялық ескерткіштер жөніндегі танымдық циклін бастайды. Бұл бейнероликтерде Астана аумағындағы және оның төңірегіндегі археологиялық ескерткіштер жөнінде баяндайтын боламыз. Мақсатымыз археологиялық деректерде көрініс тапқан елорданың тарихын насихаттап, Астананың ескерткіштері арқылы дала мәдениетінің даму кезеңдерін ашып көрсету. Циклдағы әр бейнеролик жекелеген кезеңнің ескерткіштеріне арналып, қола дәуірін, ерте темір дәуірін, орта ғасырды және жаңа уақытты қамтитын 4 бейнероликтен тұратын болады. Қола дәуірі жайылымында әңгімемізді бастамас бұрын мына картаға тоқталып өтсек, бұл картада Астана аумағында және оның төңірегінде зерттелген 12 ескерткіш белгіленген, оның 4-еуі қорым, 8-і қоныс болып табылады. Біреуі қола дәуіріне, 5-еуі ерте темір дәуіріне, 2-еуі орта ғасырына және 4-еуі жаңа уақытқа жатады. Хронологиялық ретпен циклды қола дәуірінің ескерткішімен ашатын боламыз. Астанада бұл кезеңге жататын бір қоныс ашылып зерттелген, оның атауы Есіл қонысы. Картада бұл ескерткіш бір санмен белгіленген. Бұл қонысты 1953 жылы Салачинский есімді жергілікті өлкетанушы ашып зерттеген. Қазіргі таңда бұл қоныстың орналасқан нақты орны белгісіз. Деректерде ескерткіштің орналасқан жері Ақмола қаласынан оңтүстік шығыс бағытқа қарай 6 шақырым жерде деп көрсетілген. 1954 жылғы картаны ашып, Ақмола қаласының шеткі құрылысынан 6 шақырым есептейтін болсақ, қоныстың қазіргі таңда орналасқан жері президенттік саябақтың маңында болуы тиіс. Бұл не қоныс болған деген сұраққа ауыз толтырып жауап бере алмаймыз, себебі өлкетанушы қазба жұмыстарын жүргізбеген, оның зерттеулері тек көтерме материалды жинаумен шектелген. Бұл жердегі көтерме материал деп отырғанымыз, бұл жердің бетінде ашықтан ашық жатқан заттарды айтамыз. Өлкетанушы 5000 шаршы метр аумақта осындай заттардың 348 бірлігін тапқан. Оның барлығы дерлік қыш ыдыстың сынықтары болып табылады. Шашырап жатқан заттардың аумағын негізге ала отырып, қоныстың аумағы шамамен 5000 шаршы метр болған деп жобалай айта аламыз. Қоныс қола дәуірінің Алакөл мәдениетіне жатады және біздің заманымызға дейінгі 18-16 ғасырлармен мерзімделеді. Алакөл мәдениеті деп отырғанымыз бұл үнді еуропалықтар, оның ішінде көне үнді ирандықтардан қалған мәдениет болып саналады. Бұл мәдениеттің халқы сонау Орал және Мұғалжар тауларынан Ертіске дейінгі аралықта өмір сүрген қалың ел болған. Алакөл мәдениетінің тұрғын үйлері жартылай жертөлелі болып келген, яғни жерді 1,5 метрге дейін қазып, содан кейін ғана барып қабырғаларды тұрғызған. Бұлай жасаудың негізгі себебі жылуды сақтау, себебі жартылай жертөлелі үйлерде жер табиғи қорғаныс болып табылады және жылудың көп мөлшерде сыртқа шығып кетуін алдын алады. Содан бөлек бұндай үйді жылытуға да отын азырақ кетеді. Зерттеулерге сүйенетін болсақ, Алакөл мәдениетінің тұрғын үйлері үлкен болған, яғни 100-200 шаршы метрге дейін жеткен. Алайда бұл мәдениеттің қоныстары тығыз салынған үйлерден тұрмаған, сол себепті Есіл қонысында шамалап айтқанда бір уақытта 5 үй болған деп айта аламыз. Қоныстан табылған ең көп зат қыш ыдыстың сынықтары. Қола дәуірінің мәдениеттерін зерттеушілер кейде қыш мәдениеттер деп атап жатады. Олай атауының себебі қола дәуірінде ең көп таралған материал ол қыш болып табылады. Неге олай болған деген сұраққа жауап беретін болсақ, қола дәуірінің халқы отырықшы мал шаруашылығымен айналысқан, яғни олар жайылымнан жайылымға көшіп қонбаған, сол себепті сынғыш келетін қыш секілді материалдарды тұрмыста кеңінен қолданылған. Археологтар қола дәуірінің қыш ыдыстарын Қазақ Сахарасындағы қыш жасау дәстүрінің шарықтау шегі деп біледі, себебі көзеші шарығын білмей-ақ сол кездегі шеберлер қалыңдығы 5-6 мм болатын күрделі пішімді әрі пропорционалды, сонымен қатар бір текті келген ыдыстарды жасай білген. Мен әңгімемізді қорытындылайтын болсақ, Астана аумағындағы ең көне ескерткіш бұл қола дәуірінің Есіл қонысы болып табылады. Қоныс біздің заманымызға дейінгі 18 және 16 ғасырлармен мерзімделеді және қола дәуірінің Алакөл мәдениетіне жатады. Қоныстан табылған материалды заттар
сол кездегі Орал мен Ертістің аралығында таралған жүздеген қоныстардың материалдық сипатына сай келеді. Қыш ыдыстың кең таралуы сол кездегі тұрғындардың отырықшы малшылықпен айналысқанын дәлелдейді.